Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ең жұмсақ әрі дәмді әрі тез дайындалатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдымен ұнымыз керек және сары май, қаймақ, 2 жұмыртқа, тұз керек болады. Сары майымыз бен ұнымызды осылай қолмен араластырып алатын боламыз. Бір келкі етіп. Одан соң 2 жұмыртқамызды, қаймағымызды, тұзымызды саламыз. Осыларды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Осының бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Бұл жерде менде фарш, пияз, асқабақ. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Тұзын, қара бұрыш салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Енді қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, жайып, бірден бүге беретін боламыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін астына кішкене ұн сеуіп аламыз. Ұнды көп сеуіп жібермейміз. Салмамызды салып, әдемілеп бүгетін боламыз. Өз қалауларыңызша бүксеңіздер болады. Қамыр өте нәзік, жұмсақ. Мінекей осылай бүгіп бәрін дайындап аламыз. Енді үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мінекей достар, самсамыз дайын, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз.